Келесі тақырып химиялық реакция. Ең алдымен химиялық реакцияны біз қалай құрастырамыз? Химиялық реакция екі бөліктен тұрады. Сол жағына реагенттер жазылады. Реагенттер деген ол өзара реакцияға түсетін заттар. Арасына теңдік белгісі қойылады, оң жағына түзілетін заттар жазылады. Түзілетін заттар деген өнімдер деп аталады. Демек, сол жағында бізде реагенттер, оң жағында өнімдер болады. Арасына теңдік белгісінің орнына бағдарша да қойылуы мүмкін. Одан бөлек реакцияларда кейде төмен қарап тұрған бағдаршалар кездеседі, немесе жоғары қарап тұрғандары кездеседі. Төмен қарап тұрғаны бізде тұнбаны білдіреді, демек қатты зат. Ал жоғары қарап тұрғаны газ тәрізді заттарды көрсетеді. Енді осы жерде масса сақталу заңы деген нәрсе бар. Мысалы, тура жаңағы реакцияны алып көрсек, және массаларын салыстырып көрсек, бізде 2 қосылған 32, мына жақта 18. Мына жақта 34 болып тұр, сол жағында, оң жағында 18. Екеуі тең емес. Ал массалар сақталу заңы бойынша екеуі бір-біріне сәйкес келу керек. Демек, реакцияның басында заттардың массасы қанша болса, реакциядан кейінгі заттардың массасы тура сонша болу керек. Не үшін олай? Себебі олардың атомдары бірдей болу керек. Мысалы, мына жақта 2 сутек атомы бар, 2 оттек атомы бар. Мына жақта 2 сутек және 1 оттек. Бұлай болуы мүмкін емес, себебі атомдар саны өзгеруі мүмкін емес. Бастапқыда қанша және қандай атом болса, кейінде тура сондай атомдар қалу керек. Енді осы массалар сақталу заңына сәйкес келу үшін реакцияны теңестіру керек. Теңестіру қалай жүзеге асады? Тура сол реакцияны жазып көрсек, және атомдарын жазып қойсақ. 2 сутек пен 2 оттек сол жағында, 2 сутек пен 1 оттек оң жағында. Реакцияны теңестіру үшін біз коэффициенттерді қоямыз. Коэффициент деген молекула алдына, формула алдына жазылатын сан. Ол тура индекс секілді, бірақ индекс егер қасындағы элементке қатысты болса, коэффициент барлық молекулаға сәйкес келеді. Демек, осы жерде біз оттек сол жағында 2, оң жағында 1 екенін көрдік. Біз осыны теңестіру үшін оң жағындағы оттекті 2 еселеу керек. Сол үшін алдына 2 деген коэффициент қоямыз. Бірақ 2 деген коэффициент оттекке ғана сәйкес келмейді. Оттекті ол 2-ге айналдырып жібереді, бірақ ол сутекті де 2 еселеп жібереді. Демек, 2-нің орнына 4 сутек болып кетеді. Бұл жолы енді бізде сол жағындағы сутек аз болып қалды. Оның да алдына 2 қою керек, себебі 2 еселейміз. Енді 2 сутектің орнына бұл жерде де 4 сутек. Болды, барлығы теңесті. Егер массаларын санап көрсек, мына жақта 4 және 32, мына жақта 2 көбейтілген 18, екі жағында да 36 шығатынын көріп тұрмыз. Демек, массалар сақталу заңына сәйкес келіп тұр деген сөз. Күрделі реакцияларды теңестіру үшін бөлек әдістері бар, оларды келесі тақырыптарда қарастырамыз.